Дулат Исабеков. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары қазақ әдебиетіне өзіндік ерекшелігімен келген классик жазушы. Қазақ әдебиетінің қазіргі ақсақалы, алтын қалам иегері. Драма жанрында жазылған шығармалары республикамыздың және шетелдің театр сахналарында қойылып жатыр. Көптеген туындысы шет тілдеріне аударылып жарық көрді. Жекелеген туындылар бойынша көркем фильмдер түсірілді. 80 жасқа толып отырған жазушының Естияр есімді ұлы, Айман және Шолпан деген екі қызы бар. 3 баладан немере, шөбере сүйіп отыр. Дулат аға, алда келе жатқан мерейтойыңыз құтты болсын. 80 деген әдем жас. Одан кейін де 90-100-ді еңсере беріңіз. Осы өзіңіздің мерейтойыңызға орайластырып, Исабеков әлемі деген халықаралық театр фестивалін дайындап жатыр екенсіз. Осы үлкен мәдени шараға дайындыңыз қалай? Жалпы дұрыс сияқты. Бұл ерте басталды ғой. Сол көкек айынан бастап 70 жылдық мерейтойымда 12 театр келіп еді ғой. 6 шетелдің театры, 6 өзіміздің ең басты театрлар. Бұл жол енді 6 театр. Қаражатқа да байланысты. Соны көп шуылдата бермейін деп те ойладым. 6 театр жетеді ғой өзі. Келетін театрлардың саны 6. Бірінші Түркістан театры бөртемен ашады. Алматы театрында. Негізгі фестиваль Әуезов театрының сахнасында өтеді. Соны кейін барып, Түркиядан, Грузиядан, соны кейін сонау Австралиядағы Мельбурн театры бөртені қойып жатыр. Олар бөртенің атын өзгертіп, бөрте императрица Мира деген аттан қойып жатыр. Режиссермен сөйлесіп жатырмын. Өте қуанышты, әнеугіні менің өтініш бойынша зуммен сөйлесеміз ғой енді. Бөртені маған көрсетіңдер дедім. Алып шықты, дұрыс дедім, қазаққа сәл келеді екенсің. Енді бұл фестивальді не үшін өткізесің? Енді мерейтойда 80 жылдықта сахнада отырып біреу баяндама жасап, сені болса да мақтайды, шығып сөйлейтіндер мақтайды, оның қажеті қанша? Өз күшімді өзім білем. Сондықтан бір шығармашылықпен қарсылайын. Ел көрсін. Басқа шетелдің театрлары қазақ драматургының шығармасын қалай сахналап жатыр екен. Құдайға шүкір, менің пьесаларым 10 шетелдің театрында жүріп жатыр. Бұл енді меніңше болмаған оқиға сияқты. Жақсы, өте жақсы. Енді Уоррен Уиллис, Мельбурн театрының басшысы, ол өте атақты режиссер. Голливудта жұмыс істеген ұзақ жылдар бойы. Лондонда ұзақ жұмыс істеген. Тіпті Бағдадта да жұмыс істеп көрді. Өзі композитор. Сұрағанда, сөйлескенде айттым, енді сен енді аяғын жерге тигізбей мақтай береді де бөртен. Мен айттым, болды, сен мақтай берме. Қалай қояйын деп жатсың сен? Бөртені кім қояйын деп жатсың сен? Музыкасын қалай алайын деп жатсың? Неге сен музыка сұрамайсың? Сен өзің композитор екенсің. Сонда Қытайдың музыкасын аласың ба, қазақтың ба, әлде моңғолдың ба? Мен классиканы аламын. Классика, сен қазақтың бір мотивін қосуың керек обязательно. Деп, соны кейін және оны қандай ұрықта ойнайын деп жатсың? Европаға жібересің ба? Сен есіңде болсын, бөрте қазақ қызы. Қазақ қызы екен асын сызып тұрып көрсетіп беруің керек. Шыңғысхан ол Путин емес. Шыңғысхан Макрон емес. Шыңғысхан әлемді тітіренткен ұлы қаған. Және оның құрған империясы 300 жыл өмір сүрді. Бұндай ешқандай қолбасшы болған емес. Оның соңғысы Алтын Ордамен бітті. Алтын Орданы түгел басқарған қазақтар. Енді сондай ұлы адамның жұбайы болу оңай емес.
Онда 500-дей ел болды ғой. Бірақ тарихта бөрте қалды. Несімен қалды? Кішкентайынан атастырып үйленгенде бір басқа. Бөрте 10 жаста, Темучин 9 жаста. Әкелері дос болған, құда түсті. Сөйтіп, бөртенің тарихта қалу себебі ол бүкіл дүниеде Шыңғысханға сен деп сөйлейтін жалғыз адам сол болған. Және жалғыз өзінде ханым деген атақ болған. Императрица деген сөз ғой енді. Еш уақытта ол бет Шыңғысханнан қорыққан емес. Талай рет өмір бақи басыңды аламан келе жатты ғой. Сенің тілің басыңа жау. Енді батысқа шабуыл жасамай қойсайшы. Сен Моңғолды біріктірдің, Қытайды біріктірдің, екеуін бір мемлекет қылдың. Енді біз балаларымыз сол Қытайдың еліндегідей оқу біліммен айналыстырсақ қайтеді. Өмір бақи ат үстінде дауылпаз, кернай-сырнай тартып, найзаларын шошаңдатып өте ме? Батысқа шабуылны тоқтат дегенде Шыңғысхан оны ордадан қуып жібереді. Содан өмір бақи көрмеген қорлығы жоқ. Бірақ еш уақытта тілін тартпаған адам. Ақырында осының ақылды екеніне көз жетсе де мойындағысы келмейді Шыңғысхан. Ең соңғы фенім, талай рет ажалдан аман алып қалды. Талай ақылын айтты. Ақылын алмағанменен кейіннен ойланып қараса бөртенікі дұрыс болып шығады. Ең соңында финалда кешірім сұрайды Шыңғысхан. Сен маған ақ періште болып келіпсің. Сен менің ақылшым болыпсың. Сен менің қамқорым болыпсың. Сен менің қорғаушым болыпсың. Сен менің қарағайдың қарсы бұтақ сияқты қарсыласым болыпсың. Бірақ бәрінде қарап тұрсам, сенің айтқаның жөн екен. Енді қартайды ғой енді. Енді түсіндім. Солдан сенің ақылыңды, батылдығыңды бағалай алмасам кешір деп шашынан сипайтыны бар. Көзіне жас алып тұрып. Сол Шыңғысхан сияқты адамның бөртеден кешірім сұрауының өзі бөртенің керемет ақылдылығы ғой. Қазақтың қызы қоштасатын жерінде де солай айтады. Соны кімге де айтып жатырмын, өренге де. Қазақ қыз екен батырып айт. Елімен қоштасады ғой Үргеніштен кейін. Талай тарихтың талапайынан аман жеткен Қыпшақ даласы. Қош менің төркін жұртым. Мен енді бұл маңға қайтып оралмаспын. Бірақ өздеріңе Ақ Еділден бастап Алмалы тауға дейінгі кең байтақ даланы өздеріңе жошының аманаты етіп тапсырып кетіп бар жатырмыз. Тірі болсам бұл дүниеде, ғайып болсам о дүниеде сендердің амандықтан тілеп өтермін. Қош менің соған жерім. Мұны осыны міндетті түрде жақсылап тұрып айт деп жатырмын да анаған. Міне осы, соңынан басқа театрлар келеді енді. Сіз әлгі сөзіңізде мынау қазақтан шыққан батырымыз, бөрте туралы жақсы ой айтып жатсыз ғой. Жалпы мына бөрте образы сіздің шығармашылығыңыздан ойып тұрып орын алды. Ал енді осы қазақ даласында бөртеге бір ескерткіш орнату идеясы бар ма сізде? Оны Түркістан театрында премьерадан кейін грандиозный премьера өтті ғой. Мұна ризамын Өмірзақ Шөкеевке. Театрдың ашылуы, театрдың салынуынан бастап спектакльдердің бәріне қамқорлық көрсеткен сол. Қаржылық жағынан да, барлық жағынан, моральдық жағынан да. Сол спектакльдің премьерасынан кейін, премьерасының тұсында әңгіме болды. Төлеген бар, Мұхамеджанов, композитор, кім бар біздің Нұржамал. Көп адамдар отырған кезінде бөртеге ескерткіш қою жөнінде әңгіме қозғалды. Соның бір жұрттар дуылдап, қолдап кетті, көп адам. Енді біз әркімдерге ескерткіш қойып жатырмыз ғой. Бөртенің жөні бір басқа емес па. Бұл анау-пұнау әйел емес қой. Бұл Шыңғысханның жұбайы ғой. 4 ұлы алтын құрсақты әйел, 4 ұлы ұлы 4 билеуші болды. Алтын Орданың негізін қалады. Міне енді осыған ескерткіш қойсақ.
оған біздің қолымыздан біреу кейін тартпас. Бөртенің жоны бөлек қой. Соны кейін оны театрдың алдында қоямыз ба деген пікір болды. Сөйтсек, онда Әл-Фарабидің ескерткіші тұр екен. Әл-Фараби шынында да орында тұрған жоқ. Әл-Фарабиді университеттің алдына қою керек. Соны кейін ой айттым мен. Егер де қаланың ішіне қоятын болсақ, адамның көз үйреніп кетеді дағын, қасынан өтіп кете бересің. Күнде қарай бермейсің оған енді. Сондықтан Бөртеге мына Кентау жаққа баратқан жолда таудың 20 километр ма, бір таудың бір бауырында жақсы фонында Бөртеге бір 24 метрлік үлкен ескерткіш қою керек. Ол жұртты тәу өтетін жерін айналу керек. Әулие деп қарайтын адамдардың бірі ғой қазір енді сол енді. Сондықтан мына қасына кесенелер салу керек. Барып жұрттар тәу өтетін, арнайы барып. Сол кезде бөрте болады. Соны идеяны қолдады Шүкеев. Бірақ кетіп қалған сәл. Әлде де соны қозғаймыз. Енді президентке кірем деп отырмын ғой. Шақырат деп айтты ғой кеше бір кісі. Сол кезде осыны қағазға жазып тұрып алып барайын деп отырмын. Бөртеден басқа бізде ескерткіш қоятында қандай әйел бар? Бөртенің биігіне шыққан кім бар? Я Омаяна дейміз, тағы да Тамирис дейміз. Олардың бар қазақ емес, білмейміз ғой. Ол бұрынғы біздің дәуірімізге дейін сақ дәуіріндегі Тамирис. Ал мынау қазақ ішінде Қоңырат. Анығын айтқанда да нағыз қазақ екенін дәлелдейтін деймін де. Мәселе менің Қоңырат болғандығымнан емес. Мейлі қандай болса да Бөртенің аты Бөрте ғой. Қазақ қызы ғой әйтеуір. Мұны осыған ескерткіш қою идеясы әлі біздің басымызда. Соны сәл бір жағдай жөнделіп алып, сайлауымыз өтіп алғаннан кейін президентке кіріп, соны ұсыныс білдірем деп отырмын. Алғаш әдебиетке келген кезінде жазушы Дулат Исабековтың өзгелерге ұқсамайтын бір ерекшелігі болды. Ол тіршілік атты тулаған теңіздің табанында жатқан кейіпкерлерді тауып алатын жазушы екен. Адам елей бермейтін, көптеген қаламгер жанынан жай ғана өте беретін кейіпкерлер болады. Ал Дулат Исабеков сол кейіпкерлерді байқап, соның адами қасиетін мөлдіретіп, қағаз бетіне түсіре білумен дараланды. Смағұл Елубай. Аға, осы сіздің шығармаларыңыз шетелдің көптеген театрларында, Германия, Израиль, Чехия, Ресей, тағы басқа елдерде сахналанып жатыр ғой. Осы табыстың кілті неде деп ойлайсыз? Оның өзі тек шығарманың өзіне байланысты. Мың жерден оны насихаттағанменен өзіміздің ішімізде мемлекеттік сыйлық алып кетуге болар, өзіміздің ішімізде үлкен мақала жариялауға болар, шетелде ондай жүрмейді ол. Шығарма ұнамаса ол мың жерден, әсіресе драматургияда. Кітапты ақша төлеп шығаруға болады. Ақша төлеп пьеса қойдыра алмайсың. Өйткені бұларда әрбір көрермен, олар клиент деп қарайды, зритель деп қарайды. Егер де спектакль жүріп жатқанда бір-екі адам шығып кетсе, ол театр үшін өте қайғылы оқиға. Енді олар бұл театр келмейді. Мәселе сондай шетелдегі принциптерде. Сондықтан олар көрерменді алдымен ойлайды, ұнай ма осы шығарып, ұнамай ма. Табыс жағы бір басқа, көрермендерге қандай әсер етеді. Оның үстіне бұл шығыс тақырыбы, Қазақстан тақырыбы. Қазақта әдебиет, драматургия бар деп есептемейді Австралия. Тіпті Лондонға барғанда, тіпті Петербургта пьесам қойылғанда пресс-конференция сұрады ғой, оскорбительный. Сіздің пьесаңыз Петербургта қойылып жатыр. Қазақ драматургиясы Петербург сахнасында қойылатындай дәрежеге жетті деп ойлайсыз ба деді ғой. Не деп жауап бердіңіз? Я анау пресс-конференция, мен отырмын, Малышевский отыр, режиссер, постановщик, құлағы сәл сараңдау, саңыраулау, содан Голлер, академик, сол жүргізіп отырды, соғыда кім қатты, менен бұрын сол жауап берді. Осы, орысша айтты ғой, осы сендер шовинистік көзқарастарың қашан аяқталады?
неге қазақ әдебиетін неге білмейсіңдер? Қазақ әдебиеті әлемдік әдебиетке көтеріліп кеткен. Сендер оны білмейсіңдер. Сендер тек өз буларыңа өздерің буланып, соған пісіп жатсыңдар. Қазақ әдебиетін алып қараңдар деді. Мұхтар Әуезовтен бастап деді. Бүгінгі современный. Содан кейін барып біреу сұрады, неге сіз орыс тақырыбына бардыңыз? Бұл орыс тақырыбы ғой деді. Оған кім Малышевский жауап берді. Сендер не сұрап отырсыңдар деді. Кім айтты сендерге Булгаков орыс тақырыбы деп? Ал Булгаков Мольерді жазды, француз. Сонда Булгаковқа сұрақ қоясыңдар ма, неге француздың өмірін жаздың деп? Міне қайта қуанбайсыңдар ма? Сонау Қазақстандағы бір жазушы Булгаков жайлы жазып жатқанына. Жазыңдар сендер де. Мен білемін сендердің қандай не айтқаларын келіп жатқанын. 2 пьеса бергесіңдер маған. Булгаков жайлы. Ал бәрі де Елена Сергеевнаның юбкасының төңірегінде. Махаббат, маған Елена Сергеевнаның юбкасының керек жоқ. Маған Булгаков керек. Вот мен осыны Булгаковты осы жерден таптым. Деген сияқты содан кейін барып бірте-бірте транзитный пассажир қойылды. Так, кімнің Харитоновтың театрында, театр эксперименті. Ол Алматыға да алып келді. Содан кейін әйтеуір жолы болды бұл шығармалардың. Оны шетелдік адамдары, Лермонтов театр апарды Булгаковты жаққа. Содан бірте-бірте шетелге де шыға бастады транзитный пассажир. Барғанда айтқаным ғой, менің транзитный пассажирім Петербургтан бірден Лондонға келіп қонды деймін ғой. Содан кейін ары қарай менің шығармаларымнан қызығушылық басталып кетті. Прозада не бар, драматургияда қандай шығармалар бар, аударылған шығармалардың бәрін беріп жаттым. Содан ары қарай мынау не бар, Лондонда Евразийский творческий гильдия деген бар. Ол келеді осында. Солармен мен достасып, жақындасып кеттім дағын. Бүкіл шетелге менің шығармаларымды пропаганда жазып жатқан солар. Австралияға берген солар. Венаға берген солар. Вена, Брюссель келесі жылы қояды, бөртені. Биыл үлгір алмады. Айтпақшаға сіз осы 75 жылдығыңызды Лондонның Шекспир театрында атап өттіңіз ғой? Иә. Бұл идея қайдан келді? Неге ол Лондонда атап өттіңіз? Лондонда атап өткенім, өйткені оған шейін транзитный пассажир Арзу Арыс театрында қойылды. Олар Алматыға алып келді. Экспо 17-ға алып келді. Керемет болды, Иманғали алып келіп. Содан кейін барып, біліп алғаннан кейін қандай шығармалары бар деп, қазіргі Принц Чарльз бар ғой, соның театрының бір филиалы бар. Солар Аққу жібекті қойды. 17-ші жылы. Бұл жақтан да фестивальға Қызылорда театр барды. 2 октябрь күні премьерасы болды. 4 күн бойы керемет ойнады. Кастингті ана жібектің рөлін легенді ғой. Легенді. Олар легендіні өте жақсы көрді Аққу жібекті. Олар басқа аттан қойды, о чем поют лебеди дегенменен. Сонда кітапта шықты таңдамаланы, пьесалар жинағы. Соның презентациясы Лордтар паласында болды. Тұңғыш рет жазушының кітабының Лордтар паласында тұсаукесері. Білмеймін қайғыда иіп қалғанын. Алдында естіген мына Айтматов, Шыңғыс Айтматовпенен Новосибирск лауреаты Орхан Памук болды деп. Мұнда чаяпитеде болды. Ал мынада үлкен баннер қойып қойды менің суретімді. Трибуна. Содан кейін Қазақстан менен Ұлыбританияның арасындағы мәдени байланысты жалғастырғаны үшін маған анау сыйлық берді үлкен. Содан кейін барып 2 лорд сөйледі. Одан кейін Алисон Сати баяндама жасады. Депутат парламента, баронесса 5-ші маған сөз берді. Сөйтіп 75 жылдығым солар бірінші атады. Қазақ баласы сізді сыйлайды ғой, бірақ шетелдіктер бағалайтын сияқты. Мен естуімше, мынау Түркияның ірі баспагері сізді Айтматовтан да жоғары бағалайды екен, жоғары қояды екен. Ол сол рас па? Соны мен сенбеп едім, алдында сөйтіп айтқан екен, Ашур солай деп айтты аудармашым. Қойшы Ашур, сен ондайды жай өзің
мені әшейін мақтау үшін айтып отқан шығарсың. Онда жарайды деді дағы телефонды алып, анау баспаның директорымен сөйлестірді. Айтты, осындай мен Исабековтың үйінде отырмын. Әнеугі маған айтқан сөзіңізді айтпасаңыз, автор сенбей отыр деді. Сен баспаның директоры әйел адам екен, білмеймін, орта жастағы адамды шығар енді. Түркиядағы ең үлкен баспа жылына 50 кітап шығарады, және гонорар төлейді. Сол маған гонорарын келсеңіз, гонорарыңызды алып кетесіз деп жатыр. Мен барам ба, бара алмаймын, білмеймін. Так, соны кейін сол кезде әлгі сөзді қайталап айтты. Мен сол сөзді қазір қайталап айту ұялып отырмын. Естейді енді айтыңыз. Иә, ұялып отырмын. Мен сізге ғашықпын деді. Ойбай, ғашық болсаңыз жақсы болған екен. Деп едім, шығармаңызға ғашықпын. Сізді көруге асығып отырмын деді. Келсеңіз жақсы болар еді деді. Мынандай шығарма, біз Айтматовтың шығармаларының соңында кетіп қаппыз. Мына шығармаларыңыз, одан әлде терең айтар ой көп екен. Ойбай, енді рахмет дедім, енді рахмет. Бұл енді сіздің эмоционалды пікіріңіз шығар деп едім. Жоқ, мен ондай сөзді көп айта бермеймін. Енді сіздің кітаптарыңызды шығаруды мен жоспарлап отырмын деді. Бұдан кейін қазір мен үлкен 2 кітап шығайын деп отыр. Повестер, әңгімелер. Енді ана қарғын романыңызды жоспарға келесі жылға енгіземіз. Сіздің бүкіл шығармаларыңызды шығарып беру біздің баспаның міндеті деп ойлаймын деді ғой. Дулат қаламгері, Дулат жазушы. Өзін күллі жұрттан, семьядан бөліп тастап, есікті тарс жауып, өз сезімімен арпалса отырып, ол енді тап бір тәңірінің өзімен тайталасқандай, кешегі Зейнолла Қабдолов айтатындай өмірден өнер жасайды. Әбдіжәміл Нұрпейісов. Сізді жас кезіңізде жаңағы көмуге салық қалған екен. Сол кезде әйтеуір бір көрші палша әйел ме сізді аман алып қалған дегенде бір жерден оқып едім баяғыда. Сол Құдайдың өз қарасып, сіздей азамат қазақ даласына, исі қазаққа керек деп өз кең дүниеге алып келген сияқты. Есіңізде ме сол оқиға? Мен бір жерден оқып есімде. Оны кейіннен естім ғой, 1-ші классқа барғанда бірақ естім. Сырғақұл деген кемпір, білем, соны аты есімде қалған. Шешемді аурушаң болған, емшеген өскенмін. Енді 5 бала, әке соғыста, жоқшылық. Кім қарап жатыр дейсің балаға о кезде. Аурушаң болғам, ақырында 1,5 жасымда өлді деп ойлауым ғой шешеммен, анам. Демалмай қалған шығарым. Ана кемпір көршіге кемпір келген екен, көзіне жас алып таған, әй, шешей, мына бала өліп қалды деп көтеріп тұр екен. Не алды еді Құдай ау деп, ол қарасы дем алмай жатқан бұл. Онда киіз қорап, дәлізге шығарып қоя салайық. Таңертең жерлейміз ғой деп. Соны киіз қорап, неге дәлізге шығарып қойған, шелектің түбіне мұз қатып жатқан кезде сонымен таңертең кетпен күректерін сақырлатып, қорғалушылар кеткен ғой ана қырдың басына. Кейін, біраздан кейін, ана бір адам келіпті, енді баланы беріңдер бізге деп. Жарайды, мама шешемді айтты, ана шығарып берейін қолына деп. Ана кемпір барып, соңғы рет көріп қалайын деген шығар байғыз. Бетімді ашса, мен тып-тыныш өлудің орнына бетіне қарап ыржиып күліппін нағылы. Көзімді ашып. Ана кемпір, ойбай деп жарасы қанбай. Күміс қылау, балаң әлі тірі ғой, күліп жатыр депті. Сол кезде ғана шешем ебіл-дебіл болып жылаған екен. 1 сағаттай қалды ғой енді. Сонымен аналарға айтты, енді бала бармайтын болды енді. Аналар енді өлік шыққан үйден
жоқшылық заман болса да бір шай ішу керек қой енді. Сол шай іше алмай қалғанды ренжіп менің шешемді бір боқтаған шығар деп ойлаймын қазір. Оның жағдайы осы. Менің айтатыным сол ғой, менде екі өмір бар, екі атым бар, екі туған күнім бар дейтін. Тарқатып айтыңыз енді. Иә, ол екі атым дейтін, біз сырдың ар жағында тұрғанбыз. Мәулен деген атам болған. Туған атам емес, бірақ әкемнің әкесі Алдаберген ғой, соның інісі Мәулен. Алдаберген көп жұмыс істеп, 30 жылдары темір жолда қатты ауырып, паёк, 2-3 паёк аламын деп, жаны салып жұмыс істеп, ақырында денсаулығы бұзылып, өлетінін білгеннен кейін Исабекті жетектеп алып барып, Мәуленге табыстаған молда. Ол анау-пынау молда емес, жоғары білімді, Көктаташты бітірген, Иранда болған. Аздап-аздап орысша да біледі, үлкен молдалар орысша да біледі, тіл біледі. Вот сол Исабек соның қолында тәрбиеленіп, бала шағалы болып, 4 бала болып, енді 5-ші балаға шешем жүкті кезінде маған колхоздар ашыла бастаған, жаппай 40-шы жылдары. Сайрам ауданындағы Ленин жол деген колхоз бар. Қазір Ишан базар дейді, мешіт бар. Қазір Аққойлы мешіт деп атайды. Сол жерге барғанда әкем сонда көшіп бар, жұмысқа кіріскен. Сол кезде бір күні Мәулен атам айтты, ана Исабектің үйіндегі келіннің босанатын кезі болып қалды. Барлық аттарды, барлық балалардың аттарын Құраннан қойған кісі ғой ол. Мен осы жол Құраннан қоймай-ақ қояйын. Ол анау Дулат деген өскен, өнген елдің ішіне барып туылды. Ұл болса Дулат қойсын, қыз болса өздері білсін деп. Сөйтіп ан жақтан сырдың ар жағынан 2-3 атты келемдегенше 2-3 күн өтіп кеткен. Мен туылып, атымды Нысанбай қойып қойған екен. Шай ішіп, азан шақырып, шай ішіп қойыпты. Ан жақтан кісілер келіп, Мәулен атамыз осылай деп ат дегеннен кейін, ойбай ол кісінің лебізін жерде қалдыруға болмайды деп азан шақырып, атымды Дулат деп қайтадан қойған ғой. 2 атым бар дейтім сол. 2 туған күн дегенім, баяғыда біздің туған күндеріміз анық емес қой. Біздің поколениені. Соғыс жүріп атқанда кім? Қазір ғой ана роддомнан жазып береді. Ол кезде кейінен шамалап қоя салады. Біреулер айтқан, сен туылғанда қар жауған деп. Содан кейін, ойбай, жаңа жыл деп атқан деді. 20 декабрь деп қоя салған ағам. Кейінен білетін адамдарға сұрасам, сол кезде балабақшада істеген әйелдер бар, туған күнді білетін. Сол айтты, жоқ, сен октябрь айында туылғансың, қазан ұрып атқанда деді. Қауын қазан болған сол октябрь ғой. Сол 20 октябрь деп соған ауыстырғанмын. Паспортында бәрі сондай. 2 туған күнім бар дейтім сол. Жалпы сіз осылардың бәрін, басын, аяғын құрастырып, мемуар жаздыңыз ба? Естелік. Білмеймін, қазір ана көркем шығармаларымнан қолым босаса, қызықты жерін жасауға, айтуға болады шығар деп отырмын. Өзі адам дегеннің өзі бір тағдыр ғой. Қызық. Соны сырдың бер жағынан көшіп келіп. Және достарым арасында отырып әзілдейтін баяғыда. Егер әке-шешемнің жоғары білімі болып, қалада тұрмағаны қандай жақсы болған, әйтпесе мені баяғыда аборт жасап тастайтын еді ғой деп. 5-ші баланы керейін. Ондай жоқ. Міне әйтеуір бәрін кейде кездейсоқ дейміз, кездейсоқ нәрсе болмайды екен ғой өзі. Осындай өмірде нәрселер көп қой өзі, өмірде адам сенбейтін. Осындай оқиғаларды естігеннен кейін бір құдіретті күштің барына еріксіз иланасыз. Аға, сізді тағы да мынау мерейтойыңызбен құттықтаймыз. Жаңа жасыңыз құтты болсын. Енді Алла тағала бұйыртса 90-ға келгеннен кейін сізбен тағы да сұхбаттасып отыруды жазсын. Ой, 90. Бәріміз мынау сапалы, дамыған, мәдениетті Қазақстанда өмір сүрейік. Сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Жарайды, жақсы рахмет енді. Құдай қанша өмір береді, аз демейік, көп демейік, соны өмір сүру керек қой әйтеуір. Өйткені осыдан кейін 2
тақырыбым бар. Сол екі тақырыпты жазып кетсем, сонан менің жер бетіндегі жоспарым аяқталады деп ойлаймын да. Кімет, одан кейін тағы бір тақырып туындап қалатын шараға. Солай болады, адам миы қарап жатпайды екен ғой. Мысалы, қазір сіз оқулық жазып жатырсыз. Оның тұсаукесер қашан болады аға? Білмеймін, қай кезде шығады сол кезде. Сол оқулықты, кітапты жариялаған соң тағы бір тақырыпты қолға аласыз. Мен ана кеше кітапты әкелдік, ойнақ өлемі, жизнь замечательная идея. Кеше ғана қол қойып жібердім, басы рұқсат деп 430 беттік суретімен. Олар да осы неге юбилейге алып келеді сол кітапты. Сондай кітап. Жаңа кітаптар жазатын, жаңа тақырыптарды қозғайтын Алла тағала сізге күш қуат берсін. Жақсы, рахмет айналайын, көп рахмет.